Ассалаумағалейкум, құрметті доктор Оразбек каналының көрермендері. Бүгін мен сіздерге өзім туылып өскен Ташкент жайлы қысқаша ақпарат беріп кететін боламын. Ол үшін сіздер мені қолдау ретінде комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп, Ташкентке жақын арада баруды жоспарлап жүрген адамдарға осы видеоны жіберіп қойсаңыздар жеткілікті. Ташкент халық жағынан Орта Азияда өте көп, 3,5 миллионға жақын халқы бар Өзбекстанның столицасы, астанасы яғни. Ол жерге бару үшін адамдар бізде екі түрлі жолмен барып жатыр, екі мақсатта барып жатыр Қазақстан азаматтары. Біреуі демалыс болса, қыдыруға, яғни турист ретінде, екіншісі емделуге. Емделу үшін баратын кезде нелерге мән беру керек, қандай жағдайларға алданып қалмау үшін не істеу керек, олардың бәрін басқа видеода айтатын болам. Бүгін біз жай ғана қыдыруға барғанда нелерге мән беру керек. Вот осы жайлы айтып кетемін. Бірінші орында сіздер немен барасыздар, соны определить етіп алыңыздар. Барудың екі жолы бар. Біреуі самолетпен, кез келген қаладан, мысалы үшін Астанадан Ташкент бар, Түркістан Ташкент бар, Алматы Ташкент бар. Сол арқылы сіздер самолетпен барсаңыздар болады. Бірақ 90% деп айта салайын, сонша процент адамдар бізде Қазақстаннан граница арқылы өтеді, яғни шекара арқылы, Черноевка деген граница арқылы өтеді. Ол үшін қалай барамыз ол жерге дейін? Сіздер Астанада болсаңыздар, бірінші Шымкентке дейін барып аласыздар. Бұл более экономный варианты. Мысалы айтатын болсақ, Астанадан тура Ташкентке ұшу Астана мен Шымкентке барғанға қарағанда почти $100, яғни 45 мың теңгеге қымбаттау болады, потому что ол границадан самолетпен өткен үшін. Ал сіздер просто Шымкентке дейін барып, самолетпен барасыздар, 15 мың, 20 мың теңге болатын шығар сондақсы. Барып, артынан Колос деген жерден границаға отырсаңыздар, 1,5-2 мың теңгелеріңіз кетеді. Ол более экономный вариант. Барасыздар, 1 сағатта границаға жетіп барса, 40 минутта артынан границаға, Черноевкаға келген кезде сіздер өте қатты мұқият болуларыңыз керек. Неге? Өйткені айналаңыздың бәрі обмен валюта деп тұрады. Осы жерде сіздерде есеп болу керек. Қайтуға теңгені өздеріңізге примерно қанша 50 мың теңге сияқты алып қоясыздар. Артынан обмен валюта жасау керек, потому что теңге Өзбекстанға өтпейді. Сол үшін обмен валюта деген орындарға барыңыздар. Именно сондай бутиктер бар. Бутиктерге барған кезде ғана, сол жерде ғана обмен жасатыңыздар. Сыртта көшеде апайлар келіп жүгіруі мүмкін. Балам обмен ба, қызым обмен, или кешіріңіз апай обмен жасайсың. Олар сіздердің көздеріңізге қарап алдап кету қаупі жоғары. Неге сіздер? Потому что жол жүріпсіздер, шаршап тұрсыздар, ойыңыз болып тұр, бірінші рет өтіп отқан кезде уайымдап тұрасыздар. Осындай кезде сіздерді алдап кетуі мүмкін. Мен бұл ойыммен жаман деп тұрған жоқпын, просто мұқияттылық талап етеді. Ол жерде өте шустрый адамдар жұмыс жасайды. Прям шустрый. Сосын всегда паспорттарыңыз қастарыңызда болсын. Бір кішігірім мына жердегі бір карманчиктер ма, бір сумка болса, паспорт, ақша, телефондарыңыз всегда қастарыңызда тұрсын. Өйткені ол жерге әртүрлі адам границадан жиналған. Ұрысы да сол жерде, мошенник да сол жерде, мықтысы да сол жерде, алдайтын да сол жерде. Ол граница барын дүние. Ертең өтсеңіз барғанда көресіздер. Обмен валютаны ауыстырып алыңыздар, бірінші сұраңыздар, қанша болып жатыр, сом или теңге деп. Қазір 26-та 5, 25-та солай ауыстырып аласыздар. Өзбекстан сомын алдын ала ескертейін, мынандай сіздердің 100 мың теңгелеріңіз ол жақта 25 миллион, 2,5 миллион сом болады. Мынандай бұл. 2,5 миллион соммен аласыздар да Ташкентке өткен кезде, границадан өтер кезде де өте тоже самый мұқият болыңыздар. Өтіп болғасын, паспорттарыңызды бір рет тексеріп алыңыздар да, қалталарыңызға салып, границадан өткеннен кейін, вот осы жерде тоже тревожный состояниені қосуларыңыз керек. Мен бұл сөзімен бәрі сондай деп айтып тұрған жоқпын. Барлық адам, барлық халық солай деп тұрған жоқпын. Бірақ бар. Мен даже өзім, мысалы үшін мен Өзбекстан азаматы болғаным үшін, мен өзбекшені өте жақсы білем. Олардың мәдениетінде, менталитетінде өте жақсы білем да. Өзбекстанда туылғам сол жақта. Қазақстан, конечно, Қазақстан азаматын. Мен өзім тіпті өткен күннің өзінде мені алдауға тырысып тұрады ана жердегі адамдар. Ол бәрінде болады. Барлық адам жаман деп айтпам, бірақ жамандары да бар. Мына жерге барасың ба деп сіздерді білмеулеріңізді өздерін жағына пайдаланып алып кетеді. Өткен кезде сіздер ақшаларыңызға мұқият болыңыздар. Потом таксимен сөйлескенде қараңыздар. Ташкенттен қай жерге бару, бірінші алдын ала қай жерге баруларыңызды негізі пландастырып алу керек. Ең жақсысы сол. Мысалы үшін Ташкенттен Юнусабадқа барады. Көбі Юнусабадта ол жерде телебашня бар. Телебашняға барасыздар, қасында Бешқазан деген не бар. Оған қазір тоқталамыз.
границадан өткен соң таксилерге қатты алданып қалмаңыздар, ол жерде өте қатты қымбат бағаны айтып тастайды. 4 адам болып, не болмаса 3 адам болып группамен барсаңыздар, Яндекс такси шақырыңыздар. Яндексті смело қолдансаңыздар болады. Тіл жағына келетін болсаң, это без проблем. Қазақтар все-таки өзбекшені түсінеді. Түсінбеген күннің өзінде сіз орысша сөйлесеңіз, олар түсінетін болады. Сіздер границадан өттіңіздер, таксиге отырдыңыздар да, потом Юнусабадқа барсаңыздар болады, телебашняға. Ол жерге кіріп, қыдырып, айналып шығып, тамақтану үшін Бешқазанға барасыздар. Бешқазан Орта Азиядағы ең үлкен тамақ дайындайтын орын. Күніне 5 тоннаға дейін плов басылады. Вкусный, прям өте күшті, мен қазір айтып отырмын. Аузыма су келіп тұр. Дәмі келіп тұр, жошы күшті плов. Сол жерде жақсылап тұрып тамақтанып болған соң, уже ары қарай сіздер қыдырып жүрсеңіздер болады. Заранее хостелдар қарап қойсаңыздар болады. Оны сіздер мына жерден кесу керек. Қай жер еді? Бұдан келетін букинг. Оны сіздер букинг арқылы заранее брондап, сол жерге барып жайғассаңыздар болады. Барған соң Ташкент Сити обязательно көрулеріңіз керек. Ол жерде сосын Жұлдыздар музейі бар, сол жерге көрсеңіздер болады. Артынан Magic City бар, Ташкентте қыдыруға болатын. Қазіргі таңда жазда баратын ең жақсы жер ол аттракциондар. Өте күшті, прям мықты аттракциондары бар. Сонымен қоса бір мына жерден кесу керек. Және не еді? Шомылатын жер не деп айтады еді? Аквапарк или аквапарк да. Сонымен қоса мықты аквапарктары бар. Өте күшті, рахаттанып шомыласыздар. Демалғанда да вот солай демалады, жазда барғанда. Артынан сіздер негізі Өзбекстанның ең жақсысы ол тамақтары. Мен рели айтам, тамақтары күшті. Қарапайым простой жерге барып болса да шашық жесеңіздер, оның вкусы Қазақстанның мықты ресторандарынан асып түседі. Оны тек қана сезініп көру керек. Лаваш жеп көрсеңіздер болады, Эвостікі. Ол да вообще күшті. Артынан Чарсу базарына барыңыздар. Үлкен базар, туристер өте көп баратын, суға фруктылар, еттер, бүкіл дүние сатылады сол жерде. Чарсуды жақсылап көріп болған соң, кешкі Ташкентті міндетті түрде айналып көріңіздер. Егер Ташкенттен ары қарай кете аламын, демаламын дейтін болсаңыздар, Ташкент вокзалына барып, Афросия пойызымен через Сырдария арқылы Самарқандқа барсаңыздар болады. Самарқанд, білесіздер, Орта Азияның жүрегі болған. Жібек жолының қиылысы, орталығы болған. Әмір Темір сол жерде жатыр. Ұлықбек қанша зерттеулерін сол жерде жасаған. Вот сондай өте күшті жер. Прям күшті жер. Сол жерге барып, жақсылап демалып қайтсаңыздар болады. Ары қарай Бұхара, Жизақ, Хиваға барсаңыздар болады. Өзбекстанды айналып келулеріңізге, енді ол өздеріңізге байланысты, примерно 200 мың теңге нормально жетеді демалып келулеріңізге. 200 мың теңге ондай қатты көп ақша емес. Сіздердің демалуларыңызға это стоит. Ең бастысы алданып қалмаңыздар. Не үшін мұны айтып жатырмын? Бұл айтқанмен бәрі сондай деп ойлап қалмаңыздар. Бірақ бар, ол Қазақстанда да бар. Мысалы үшін Өзбекстанның адамы келіп тұрса, білмей тұрса, оны да алдап кетеді. Дәл сол сияқты ол жақта да сондай система